Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін баклажаннан жасалатын закускалардың, яғни тіске басарлардың рецептісімен бөлісетін боламын. Рецепт өте оңай. Бұл тіске басар өте ерекше, дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға жасап көруді ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: кетчуп, помидор, баклажан, сыр, тұз және де сұйық май қажет болады. Ең алдымен баклажанымызды қалыңдығы 1 сантиметрдей болатын дөңгелекшелерге турап аламыз. Баклажанымызды турап болғаннан кейін протеинімізді майлап аламыз. Үстіне туралған баклажандарымызды орналастырамыз. Баклажандарымызды орналастырғаннан кейін 180 градуста қызып тұрған пешке 20 минут пісіріп аламыз. Минуттан кейін пісіп шыққан баклажандарымыздың үстіне кетчупты жағып, үстіне помидорларымызды, яғни қызанақтарымызды салып, үстіне сырымызды салып, қайтадан 10 минутқа духовкаға салып пісіріп алатын боламыз. Мінекей дайын болған біздің тіске басарларымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдырыңыздар.